Нам следует всегда оставлять чаевые. Біз әрқашан кеңес беруіміз керек. Если у него не будет денег, я дам ему в долг несколько долларов. Егер оның ақшасы болмаса, мен оған бірнеше доллар қарызға беремін. Твоему папе и его друзьям не нравились тесты. Сіздің әкеңіз және оның достары сынақты ұнатпады. Это тетрадь по английскому тети Марии. Бұл Марига апайдың ағылшынша дәптері ме? Мы купим замок, если мы выиграем в лотерею. Лотереяны ұтып алсақ, сарай сатып аламыз ба? Кто дал тебе в долг $1200? Сізге $1200 кім берді? Мы купим замок, если мы выиграем в лотерею. Лотереяны ұтып алсақ, сарай сатып аламыз ба? Мы купим замок, если мы выиграем в лотерею. Лотереяны ұтып алсақ, сарай сатып аламыз ба? Мама была сильна во французском, когда она была молодой. Анам жас кезінде француз тілін жақсы меңгерген бе? Мама была сильна во французском, когда она была молодой. Анам жас кезінде француз тілін жақсы меңгерген бе? Мне нравилась биология, но она не была легкой. Маған биология ұнады, бірақ бұл оңай болмады. Почему папа получил плохие оценки за эти экзамены? Неге әкем бұл емтихандардан нашар баға алды? Какой был твой любимый предмет, дедуля? Сіздің сүйікті пәніңіз қандай еді, ата? Это тетрадь по английскому тети Марии. Бұл Марига апайдың ағылшынша дәптері ме? Какой был твой любимый предмет, дедуля? Сіздің сүйікті пәніңіз қандай еді, ата? Почему папа получил плохие оценки за эти экзамены? Неге әкем бұл емтихандардан нашар баға алды? Мама была сильна во французском, когда она была молодой. Анам жас кезінде француз тілін жақсы меңгерген бе? Если ты платишь кредитной картой, тебе не следует оставлять монеты. Егер сіз несие картасымен төлесеңіз, тігін қалдырмауыңыз керек. Если у него не будет денег, я дам ему в долг несколько долларов. Егер оның ақшасы болмаса, мен оған бірнеше доллар қарызға беремін. Это тетрадь по английскому тети Марии. Бұл Марига апайдың ағылшынша дәптері ме? Если ты платишь кредитной картой, тебе не следует оставлять монеты.
Егер сіз несие картасымен төлесеңіз, тігін қалдырмауыңыз керек. Кто дал тебе в долг $1200? Сізге $1200 кім берді? Твоему папе и его друзьям не нравились тесты. Сіздің әкеңіз және оның достары сынақты ұнатпады. Если ты платишь кредитной картой, тебе не следует оставлять монеты. Егер сіз несие картасымен төлесеңіз, тігін қалдырмауыңыз керек. Твоему папе и его друзьям не нравились тесты. Сіздің әкеңіз және оның достары сынақты ұнатпады. Нам следует всегда оставлять чаевые. Біз әрқашан кеңес беруіміз керек. Если у него не будет денег, я дам ему в долг несколько долларов. Егер оның ақшасы болмаса, мен оған бірнеше доллар қарызға беремін. Почему папа получил плохие оценки за эти экзамены? Неге әкем бұл емтихандардан нашар баға алды? Я не беру в долг деньги у друзей. Мен достарымнан қарызға ақша алмаймын. Мне нравилась биология, но она не была легкой. Маған биология ұнады, бірақ бұл оңай болмады. Мне нравилась биология, но она не была легкой. Маған биология ұнады, бірақ бұл оңай болмады. Нам следует всегда оставлять чаевые. Біз әрқашан кеңес беруіміз керек. Я не беру в долг деньги у друзей. Мен достарымнан қарызға ақша алмаймын. Какой был твой любимый предмет, дедуля? Сіздің сүйікті пәніңіз қандай еді, ата? Кто дал тебе в долг $1200? Сізге $1200 кім берді? Я не беру в долг деньги у друзей. Мен достарымнан қарызға ақша алмаймын.